аспанның қандай сырлары бар екен. Ғарышқа қызыққандар. Осы тақырыпты тереңірек зерттесем, ғарыштың есігі ашылып қалар. Қазақстанда алғаш астрология кітабы. Жұлдыздарға қарап, олар туралы зерттеу жұмысымның 365 күні болды екен. Соңғы рет шамымды қойып, жазған хаттарымды, зерттеулерімді қайттан қарай бастадым. Бірақ ешқандай ойға түптен келе алмадым. Ғарыштың сырларын түсінбей басына ұрса, барлық кітаптар орыс тілінде саған түсініксіз болса, сол заманда ғарышты қалай зерттеген? Елімізде үлкен күйзеліс болған жылдарда осы саланы қалай дамытқан? Жер неге дөңгелек? Дүниенің құрылысы қандай? Басқа жерде тіршілік бар ма екен? Және де ғарыш туралы басқа сұрақтарыңыз болса, жалпы осы тақырып жүректеріңізге жақын болса, және де ғарыш туралы көбірек ақпарат алғыңыз келсе, Әлихан Бөкейханның алғаш қазақ тілінде жазылған ғарыш туралы энциклопедиясын оқуға үндеймін.